Сонда Нұрәлі мен Ырысты Әкбарға да сені аудан шақыртып отырса біз не істей аламыз, біздің қолымыздан келері жоқ деп сылтау айтқан. Әкбар қоржынын арқалап кете барған. Енді мен Әкбар болғалы отырмын. Бұл Нұрәлінің ісі екенін бірден білдім. Нұрәлімен ақылдаспай Ырысты бұл ауылда ештеңе де шеше алмайды. Аудан саған повестка жіберіпті деулері өздерін арашалап қалу үшін айта салған жадағай. Арзан айласымақтары, қысқасы бәрі айқын, бәрі түсінікті. Не істеймін деген оймен кеңседен дел-сал болып шықтым. Барын Нұрәлінің алқымынан ала түскенде ештеңе де шықпайды. Ал кешірім сұрап аяғына жығылу ол менің қолымнан келмейді. Кетсем кетейін Физосына тәуекел, енді маған мұнда жүргенмен Нұрәлі күн көрсетпейді. Қыр соңыма осы түскеннен түсіп алады, шешімі осы болды. Шешем бұл хабарды тулап қарсы алды. Тұйықта сенен басқа бала құрып қалып па, бармайсың, жібермеймін деп Ырыстыға кетті. Ырысты менің қолымнан ештеңе келмейді, аудан біледі депті. Апам одан шығып Нұрәліге барады. Бұрынғы Нұрәлі жоқ, сұрланып қанын ішіне тартып алған. Шешеммен қайуана қазақтың біреуімен сөйлескенде сөйлеседі. Фызоға бала жіберу ол колхоз араласатын іс емес, сіз бұл мәселемен бізге келмеңіз депті. Апамның жүгіргенінен түк шықпады. Мен ауданға комиссияға келдім. Шешем де жеңгем де қақсап қалған. Комиссияға жағдайыңды айт, ағайым армияда, шешем аурушаң, менен басқа шаруаға қарар адам жоқ. Сол себептен мені қалдырыңыздар, өтінемін. Мүмкін сонда қалдырар деп үміттенген. Бірақ мен комиссияға бұл сөздің біреуін де айтқан жоқпын. Қайта бірдеңем тура келмей жарамай қалмасам екен деймін. Осы өмірімнің ішінде ешқайда ұзап шыққан емеспін. Жұрт барып келіп жатады, Алматыны да көрген жоқпын. Темір жол, поезд дегендерді кітаптан ғана білем. Фызоға алыну арқылы ел көріп жер көрсем деген көңіліме құштарлық бар. Қалаға өздігіңнен бармақ болсаң ол оңайға түспейді. Ендеше былайғы кең дүниеге шығуыма бұдан бұрын көрмеген, көрсем-ау деп арман еткен жерлерді көруіме бұл қайта сәті түскен іс тәрізді. Қазір енді нем бар қарайлай тұғын. Айдап жүрген арбан ба, екі қолға бір күрек қайдан да болса табылады. Фызо оқуының жай-жағдайымен газет арқылы азды-көпті танысып, 16 ай оқу керек. Содан соң заводта немесе фабрикада жұмыс істейсің. Маман жұмысшы болып шығасың. Колхозда жұмыс істегеннің жаман ба? Басқасын былай қойғанда Фызоға киім береді, арнайы форма береді. Онысы әскери форма тәрізді әсем. Азды-көпті оқыған, оған да қызығамын. Форманы қатып киіп суретке түсем. Ол суретті Ғалияға ескерткішке жіберсем. Ғалия төр алдында әйнектеп іліп қойса. Комиссия, Фызоға барғың келе ме деп сұрады. Мен ойланбастан келеді дедім. Фызоға не бары 10 бала алынған екенбіз. 6 қазақ, 3 орыс, 1 татар. Алматыға бізді машинамен жөнелтті. Ол кездегі машиналар бұзылғыш, көксау болған адамдай қақалып шашалып оп-оңай тұрып қала береді. Тартар еткен ескі газик кеш түсе Бөген ауданының орталығына әзер жеткізді. Енді осында қонбақшымыз. Бөгеннен не бар 10 шақырымдай жерде Ақжол колхозында Ғалия бар. Біз жүретін үлкен жолдың үсті емес, бұрыс. Ғалия менің Фызоға кетіп бара жатқанымды да, дәл қазір Бөгенге қонып отырғанымды да білмейді. Хабар бергенім жоқ. Бөгенге тоқтамаспыз, зыр етіп өте шығармыз деп ойлағам. Ғалиямен хат алысуым соңғы уақытта сиреп кетті. Бұған кінәлі жұмыс бастылық. Хат жазайын деп ойлағанмын, қолым тимейді. Мен өзім жалпы хат жазуға салақты адаммын. Менің оқу тастағанымды, колхозда жұмыс істеп жүргенімді Ғалия біледі. Бөгенге қонатын болған соң мен қинала бастадым. Ғалияның тап іргесін келіп жатып, онымен хабарласа алмай кетуім біртүрлі өкініш еді. Көрмегелі көп болды, сағынып жүрмін. Бұл жолы көріспесем қашан көрем? Қайта айналып келгенше кім бар, кім жоқ. Мынау жап-жақын қол созым жерде тұрған аласы Қаратауды Қулықтың тауы деп атайды. Сонау анау қылта кезеңін асып түссе, ар жағы Ақжол колхозы, Ғалияның ауылы. Сол жап-жақын жерге жете алмай қор болып отырмын. Әттең құс тәрізді қанатым болар ма еді? Бөгендегі біз қонғалы отырған үй шофердің танысы. Бұнда осы маңдағы колхоздан келген және 3 жолаушы бар. Үшеуінің мініп келген бір-бір салт аттары бар. Ол аттары ауланың түкпір жағында аш қаңтарылып байлаулы тұр. Одан басы қу тақыр ат жайылар жер жоқ. 3 жолаушы да осында қонбақ. Әлгілер кешке аттарды қалай етеміз деп уайым соға бастады. Маған беріңіздер, мен мына арадағы Ақжол колхозына барып қонып аттарыңызды тойындырып таңертең ерте алып келейін дедім.
онда кімің бар? Жеңгейімнің туған әпке-жездесі бар. Кім дегендер? Ысқақ, Балжан дегендер. Ысқақ әлгі жылқышы керең Ысқақ па? Балжан ферма бастық Балжан ба? Деп мал иелері шыр ете қалды. Бәрі осы ауданның адамдары Балжан Ысқақтарды жақсы біледі екен. Ысқаққа бізден сәлем айт деп қуанысып қалды. Үш аттың үшеуін де менің билігіме берді. Ой, мұндай қуанбаспын. Көктен тілегенім Құдай жерден тап қасымнан бере салғандай болды. Тағдырдың маған деген әжуасы әрқашан осылай бір нәрсеге қолымды жеткізбей зарықтырған болады да сосын алдыма салаң еткізе тастай салады. Жүрісі тәуір деген бір атқа қарғып мініп басқа екі атты қабаттап жетектеп алдым да Ақжол қайдасың деп тартып жөнелдім. Былтырғы өзім жүрген жолды жақсы білем, жер жағдайы бәрі таныс болып қалған. Аттар аяқтарын ытырыла басады, сары желіп келе жатып жердегі шөптен қарғып үзіп алуға тырысады. Ақшам жамыраған кезде баяғы өзім көрген ауылға дүбірлетіп келіп те қалдым. Әне анау көрінген Балжан үйі. Көктен түскендей болып жетіп барам. Мені көріп шарадай болады. Мұншама аттары несі жетектеп алған? Ғалия қайтер екен? Міне қызық, Балжан үйіне бөтен біреулер сасыңқырап қалдым. Сізге кім керек еді дейді. Ысқақ, Балжан деген кісілер. Олар жоғарыда фермада сонда көшіп кеткен. Алыс па? Жоқ, онша алыс емес. Сайды ерлеп жүре берсең алып барады. Жапалары, киіз үйлері, малды ауыл алдыңнан шығады деп сілтеп жіберді. Ауылдан тік жоғары созылған сай бар, сонымен келе жатырмын. Тарам-тарам соқпақ жол. Сай табанында азғантай су ағып жатыр. Жол кейде суды жағалап, кейде олай-бұлай кесіп өтеді. Бұл кезде көз байланайын деп қалған. Бет алдымнан қарауытып, оттары жылылдап, малды ауыл көрінді. Иттері үріп шықты. Қараша мықыр жапалардың арасында жалғыз ғана боз үй. Бұл сөз жоқ ферма меңгерушісінің үйі. Қызметі биіктің үйі де биік. Боз үйдің бет алдындағы мама ағашта ертеулі ат байлаулы тұр. Ысқақтың құранды ерін мен бірден таныдым. Сауыншы әйелдер қарбаласып сиырларын сауып бола алмай жатыр. Үстіне бірнеше қалайы филяк тиеген екі аттық арба тұр. Сауылған сүтті ауылға маслопромға әкетеді. Боз үйдің алдына кеп аттан түсіп жатырмын. Жүрегім дүрс-дүрс. Аттарды мама ағашқа байлап жатып, екі көзім киіз үйдің есігінде. Кенет киіз есік желпең етіп ашылды да шашы дөңгелене төгілген Ғалияның басы көрінді. Мен оны бірден таныдым, ол таныған жоқ. Есікті қиғаштай ашып әлі қарап тұр. Міне мен ақсия күлімсіреп оған жақын келіп қалдым. Әбден қасына келгенімде Ғалия бірақ таныды. Еркін деп дауыстап жіберді. Қуанғаны, таңырқағаны бәрі аралас. Еркін, қайдан жүрсің? Мынау үш атың не? Сонау тұйықтан атпен келдің бе деп сұрақты жаудыртып жатыр. Тор алдында бір тізерлеп Ысқақ отыр. Қасында Қали. Сәлем бердік деп кірдім. Мен дәл бір көктен түскенде Ысқақта тамаша. Қысқашалап жөнімді айттым. Балжан үйде жоқ екен. Осы кеште колхоздың партия ұйымының жиналысы болмақ, соған кетіпті. Шай іштік. Былтырғы ағыл-тегіл молшылық байқалмады. Соғыс бұларды да тұтамдап қысып тастаған. Шай соңынан қазан асылмады. Осы тамақпен жататын түріміз бар. Ысқақ жылқы бағуға баратынын айтып дайын отыр. Үш атты ала кетіп таңертең жеткізіп бермек. Шошқа сақалын сығымдап ұстай отырып, соғыстың жуық арада бітпейтін болды, апатқа айналды деп бір қойды. Мен ішімнен мырс етіп күлдім. Соғысың менің соғысым тәрізді, сенің оның мұның деп екінші жақпен сөйлейтін әдетінен танбаған. Мына жақтағы жапоның қалай тыныш па, оның Қытаймен соғысы не болып жатыр? Мен білгенімді айтып жауап қайтарып отырмын. Бір кезде Ысқақ жылқыға бармақ болып киіне бастады. Балжан әлі келген жоқ. Жиналысы кеш бітсе мүмкін келмей туыстарының біреуінің үйіне қонып та қалар дейді. Ауылда жиналыс болса ұзақ болатыны маған мәлім. Ысқақ кетті. Біз Ғалия, Қали үшеуміз қалдық. Әлі жататын кез емес. Ін аузын баққан мысықтай Қалидің баққаны Ғалия екеуміз. Осы не айтып не қояр екен деумен бетімізге жалтақ-жалтақ қарайды. Бір минутқа болса да тысқа шықпайды. Қалидің жиып жүрген асығы бар екен. Үшеуміз біраз уақыт хан ойнадық. Балжан әлі жоқ. Түн бүгін ерекше әсем, айжарық. Шаңырақтың жұлдыздары самғаған, көк аспан мөлдіреп көрінеді. Әсем түн желіктіріп сыртқа шақырады. Ғалияға ақсүйек ойнасақ қайтеді? Бұл ауылда ақсүйек ойнайтындар бар ме дедім. Бар, ойнайық, мен шақырып келейін деп Ғалия лып ете қалды. Мен де ойнаймын деді Қали. Мен ағаштан жонып ақсүйек жасауға кірістім. Ғалия бірнеше сауыншы қыз-келіншектерді шақырып келді. 5-6 адам болдық. Ауылдың бет
алдындағы қырат жазықтың үстіне шықтық. Ай сүттей жарық, аяқ астына ине түссе табылғандай жанға жайлы майда қоңыр жел еседі. Жусанның ашқылтым иісіне жел жақтағы қотаннан малдың жас қиынның иісі араласып желмен бірге бұрқырап желпіп өтеді. Екі бөлініп одақ болып ойнай бастадық. Біреу ақсүйекті құлаштап тұрып лақтырды. Бәріміз дүркіреп солай қарай жүгіріп келеміз. Ғалия менің қасымда, екеуміз қатар жүгіріп келеміз. Ақсүйектің түскен жері осы ара. Жұрт еңкейе қарап қарбаласып іздеп жүр. Мен де іздеген болам, бірақ аңдыған баққаным Ғалия. Біреу жырыла беріп таптым деп айқай салды да сөреге қарай қаша жөнелді. Басқалар жапырлап қуып берді. Маған керегі де осы еді. Жүгіре берген Ғалияның білегінен шап беріп ұстай қалдым. Ғалия іркіліп тоқтай қалды. Екеуміз тым-тырыс тұрмыз. Не деп Ғалия айтпады. Не айтарымды мен білмеймін. Ғалиямен оңаша болуды арман ететін едім. Сол арманыма жарты минут болса да жетіп тұрмын, бірақ пайдалана алмай тұрмын. Басқалардың бізде шаруасы жоқ. Ақсүйекті қуалап жүгіріп барады. Қали араларында. Ол біздің қалып қойғанымызды байқаған жоқ. Байқаса жүгірмес еді, бізбен бірге қалар еді. Менен үн шықпасын көрген Ғалия кенет аналар біліп қояды, ұят болады деді. Осы сөз маған төбемнен суық су құйып жібергенде әсер етті. Есімді тез жиып алдым. Ғалиямен оңаша қалған уақытым минутта емес секундтап саналатын, соның бәрі текке өтіп бара жатқанын жаңа ұққандай болдым. Тезірек қимылдауым керек. Ғалияның тоңазыған бетінен шөп еткізіп сүйіп алдым. Болды, бітті. Әлі де сөреге жете қоймай үйдек-түйдек жүгірген жұрттың соңынан алды-артыма қарамай замғап келем. Тілмен айтып жеткізсіз бақытты едім. Балжан келген жоқ, біз жатып қалдық. Енді келмейтін болар. Қали екеуміз төсек төр алдында қатар салынған. Ғалия шешесінің 2 кісілік темір кереуетінде жатыр. Түндік түсірілген киіз үйдің іші көзге түртек көргісіз қараңғы. Ұйқы келу қайда? Әлгідегі батырлық қылығыма масаттанып риза болып жатырмын. Мұндай істе батылдық керек. Батыл болмасам Ғалияның бетінен сүйе алам ба? Әне ол ашуланған жоқ қой. Яғни ол да мені сүйеді. Қап, және бір сүймеген екен. Төсегін сықырлатып Ғалия арлы-берлі аунай береді. Соған қарап оның да ұйықтай алмай жатқанын сезінем. Бірдеңе деп тіл қатуға қасымда жатқан Қалидан жасқанамын. Ол залым естіген көргенін таңертең әке-шешесіне тақылдап сарнап беруден тайынбайды. Танауымды пыс-пыс тартып ұйықтамай жатқанымды Ғалия да сезінеді. Шіркін-ай, мына Қали үйде болмаса қандай жағдай болар еді. Ғалия екеуміз ғана болсақ, бір кезде қасымдағы Қали пырылдап ұйықтап қалды. Ғалияға не айтсам екен, әлде барсам бекен, ұят-ау, қасыңа жата тұрайын десем. Қой масқара, Ғалия ашуланып жүрсе, ертең бетіне қалай қараймын? Қиналып ұзақ жаттым. Қалидің ұйықтап қалғанын Ғалия да білді. Батылдық керек, ал мен болсам жасықпын, ынжықпын деп өзімді өзім қайрап ұрсамын. Қайрағаным өтпеймін. Мұндай түн енді қайтып оңай қайталанбасын. Өте жақсы түсінемін. Үйдің іші біртін-біртін салқындап барады. Бір кезде Ғалия еркін ұйықтаған жоқсың ба дегені, жоқ дедім, жұлып алғандай етіп. Ғалиямен әлденеде турасында уәделесіп, манадан бері сарғайып жауап күтіп жатқан адам тәріздімін. Тоңбайсың ба? Тоңсаң сыртынан киім жабайын деді Ғалия. Жап. Ғалияның кереуеттен түскен дыбысы естілді. Әне ол мен жатқан жер төсектің шетін аяғымен барлап байқап алып дәл қасымнан жүкке қарай өтіп барады. Жүк жақты сипалап шапан ба шекпен бе салмақты бір зат тапты. Соны көрпемнің сыртынан ықтияттап жауып жатыр. Аяғымды, жан-жағымды қымтап, мені тоңып қалмасын деп барынша қамқор болып жатыр. Мен шалқамнан жатыр едім. Екі бірдей қолымды көрпеден шығардым да Ғалияның білегін тауып ұстай алдым. Топ-толық әсем білегі ып-ыстық. Өзіме қарай тарттым. Ғалия үнсіз бағынып сылқ етіп көрпе сыртына қисайып отыра кетті. Тоңазығандықтан ба білмеймін, дір-дір етеді. Мен енді батылданып кеттім. Ғалияны құшақтап бауырыма басып қаттым да қалдым. Көзімді тарс жұмып алған маспын. Ғалия тек іш көйлекшең. Лебі өрт болып бетімді шарпиды. Bir сөз айтылмай-ақ баяғыдан бергідей бәрі түсінікті болғандай. Ғалия бір кезде дір-дір етіп жалаңаш білегі тобарсып шыңдап тоңа бастады. Ғалия, тоңдың ғой, бері кел, көрпеге кіріп жатшы. Ғалия үнсіз тек басын шайқады.
ғалия бері кіріп жатшы. Ғалия тағы басын шайқады. Тоңасың ғой, қараш, иықтарың сұп-суық. Тоңбаймын. Ғалияны сүйіп алдым. Ғалия басын шайқады. Ғалияның астынан көрпе шетін күшпен жұлып ала бастадым. Ғалия шынтағымен нығарлап босатпауға тырысады. Көрпе шетінен айырылса, бәрінен айырылуы мүмкін екенін жақсы біледі. Кенет сыртта иттер шулап үріп қоя берді. Еңіс жақтан ат тұяғының дүбірі естілді. Апам келді. Ғалия осыны айтты да ұшып тұрып төсегіне жөнелді. Мен болсам басыма бүркене жамылып өтірік ұйықтағандай болып қаттым да қалдым. Бұл келген шынында да Балжан еді. Үзеңгісі шылдырап аттан түсіп жатты. Таңертең оянғанда түндегінің бәрі есіме бірден келді. Арқа басым шымырлап кеткендей болды. Қали сүм өтірік ұйықтаған боп бәрін естіп біліп жатқан жоқ па? Қаз отырған соң апа түнде еркін бүйтті деп Балжанға сарнап айта бастай ма? Балжан мен Ғалия сиыр саууға ерте тұрып кетіпті. Ысқақ әлі келмеген. Қали пырылдап ұйықтап жатыр. Ішінен не түйіп жатқанын Құдайым білсін. Аттар келсе, Қали оянбай зытып жөнелгім келеді. Еш қылмысым болмаса да Ғалияға көрінуден де жүзім жанады. Жоқ, сезікті еш нәрсе байқалмайды. Мен бұл үйден абыройым айрандай төгілмей аман-есен шығып аттандым. Осының өзіне шексіз қуанышты едім. Алматыға түнде келдік. Қала атаулыны менің тұңғыш рет көруім, бірақ Астананың түнгі көрінісі пәлендей мықты әсер қалдырмады. Бізді әкелген кеңседе облыстық атқару комитетінде күзетшіден басқа адам жоқ екен. Ол бізді кіргізбей көп әлек жасады. Басқадай барар жер, басқар тауымыз жоқ екенін айтып жатып әрең кірдік. Бірінші этаждағы бір бос бөлменің есігін ашып, осында тыпыр етпей шуламай жатыңдар деді. Үйдің едені паркет екен. Бұл біздің бұрын көрмеген нәрсеміз. Ой сұмдық-ай, кішкентай жаңқадан ерінбей қурап салғаны. Одан да бүтін тақтайдан неге салмаған дейміз. Мынаны еріккеннің ермегі тәрізді көреміз. Осы келе жатқанда менің бірге ішіп, бірге жейтін екі досым бар. Олар Ильяс, Нұрымбай деген балалар. Қарасазда үшеуміз бір класста оқығанбыз. Әкеле жатқан азық-түлігіміз үшеумізге тең ортақ, сенікі менікі демейміз. Нұрымбай орта бойлы, қара торы, бет сүйегі шығыңқы, пысық, ептеген жыл постығы бар. Ильяс сұңғақ бойлы, танауы жалпиған момындау сары бала, бір сөзді нені де болса төбесінен тоқ еткізіп тура айтады. Іш қатпары аз, пәлендей қулық сұмдық бүкпесі болмайды. Үшеуміз тірі болсақ бір төбеміз, өлсек бір шұңқырдамыз деп келе жатырмыз. Ауылдан шығар-шықпастан Нұрымбайдың бір оғаш мінезі көзге түсіп қалды. Кеше Бөген ауданының орталығына келген бетте машина үстінде чемоданның тізесінің үстіне қойып күндеңдеп бірдеңені сүйкетіп жазып жатыр. Ей, не жазып жатырсың деп қарасақ, үйіне хат жазып жатыр екен. Әкесі мен шешесінің туыстарын талайдан көрмей сағынып зарыққан адам тәрізді. Амандық хат. Қымбатты әке, апа, қалай денсаулықтан арқасында жүрген боларсыздар? Біз де аманбыз. Міне Бөген ауданының орталығынан келіп жеттік. Бүгін осында қонбақшымыз деп сықпыртып барады. Әлгі арада Нұрымбайдың әжуа етіп күле қап. Хатты тым құрса Алматыға жетіп алып жазсайшы, үй іргесінен ұзағанда жоқпыз ғой. Асылы Нұрымбай бір жаққа жолаушы шығып үйіне хат жазуды арман етіп жүрген тәрізді. Сол күлкеткеннен біз Нұрымбайды Алматыға жеткенше күлкетіп мазақтаумен болдық. Жол бойындағы жаңа бір ауылға келген кезде, қане сор қағаз қарындашыңды, осы арадан амандығыңды білдіріп әке-шешеңе бір хат жазып жібер дейміз. Нұрымбай ыза болады. Біз бәріміз сырт киімдерімізді астыларымызға төсеп еденде тырайып демалып жатырмыз. Қай-қайсымызда машина соғып шаршағанбыз. Жатпай отырған тек Нұрымбай чемоданын алдына алып бір жамбастап үйіне хат жазып отыр. Қазір енді мазақтамақ түгіл мойнына мініп алсаң тыңдайтын емес. Дәптердің екі бетін толтыруға тақады. Соншама не жазып жатқанын мен таңданамын. 3-4 топ болып қаланы аралауға шықтық. Ауыл балаларына мұндағының бәрі сонық, бәрі қызық. Біз Нұрымбай, Ильяс үшеуміз жақын маңдағы көк базарға келдік. Құжынаған халық, құмырсқаның илеуі, осыншама халықтың бір араға үйіліп төгілгені өмірі көрген емеспіз. Арасына кіріп кетсек, бірімізден біріміз адасатын тәріздіміз. Базар шетінде екі аяғы тізеден, екі қолы шынтақтан жоқ домаланған біреу отыр. Әлгіге қараудың өзі соншалықты аянышты. Домаланған құр кеуде, ұйпаланған жирен шаштың арасы кір-кір, қол қорынан шолтаң-шолтаң еткен, томырылып біткен екі желі қызыл ет. Соғыстан мұншалық қор болып қайтқан адамды мен бұрын-соңды көрген жоқпын. Құйқа терім шымырлап біртүрлі болып кеттім. Әттең барсам-ау, құлшынатын соғысты енді тым жақын әрі айқын
танып тұрғандаймын. Ол тануым, соғыс деген ол сұмдық, соғыс ол апат, соғыс адамды қор ету. Әлгі тәрізді адамның жан түршігетін мүгедектер базарда біреу-екеу ғана емес екен. Әр жерден ұшырасып қалады. Трамваймен жүргенде қызық көріп трамвайға отырдық. Таңырқайтын түгі де жоқ, салдырлаған темір арба. Дүкендерге кірдік. Ақ нан әр алуан бөлкешелердің дүкенінен сөрелері сықап толып тұр. Алып жатқан адам аз. Алматыда азық-түлік тапшы деп еститін едік. Бұнысы қалай деп таңырқаймыз. Ақ бөлкешелерді сатып алмақшы болдық. Ақша берсек бермейді. Карточкой давайте дейді. Біз бір-бірімізге біріміз қараймыз да карточкасы несі дейміз. Карточка деген сөзді сурет деп ұғып қалтамыздан сурет іздестіріп жатырмыз. Сөйтсек нан карточкасы деген болады екен. Оны біз қайдан білейік? Ауылдық жерде ол жоқ. Бір жерде көшенің бұрышында бір әйел алма тәрізді, бірақ алмадан гөрі басқа қып-қызыл бірдеңелер сатып отыр. Бағасы онша қымбат емес. Бұл не? Помидор. Біздің Қарасаз ауданы салқын таулы аудан, жеміс атаулы өспейді. Овощтан картоп пен капуста ғана өседі. Помидор дегенді бұрын-соңды естімеген, жеп көрген емеспіз. Бұны қалай жейді? Осы күйде жей беруге бола ма, жоқ әлде пісіріп жей ме? Помидорды пісіріп жегенді қай ата-бабаларынан көріп едіңдер? Алыңдар да жей беріңдер дейді сатушы. Үйіп қойған помидордың бір үймегін сатып алдық. Бір-бірден ұстап қызықтап қарап келеміз. Саусағымызға алма тәрізді қатқыл емес, жұмсақтау болып сезіледі. Сыртын киіміне үйкеп сүрткен болдым да алма тәрізді тістеп кеп қалдым, бырш ете қалды. Жылымшы, сұйық бірдеңелер бетімді, омырауымды шашырап жауып кетті. Дәмі де дәм емес, жексұрын бірдеңе. Жеміс болмай құрып қалсын деп жемей арыққа бір аттық. Қалада солдат көп, төрт-төрттен сапқа тізіп, жейделердің арқасында сортаң терілері шығып, аяқтары сарт-сұрт басып кетіп бара жатады. Көшені жаңғырықтап өлең айтып өтеді. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Темір жолды тұңғыш рет көруім, пойызға тұңғыш отыруым. Керуендей шұбалған ұзын состав Сібірде бетке алып ұрып келеді. Барар жеріміз Қарағанды, темір жол Новосибирск, Омск, Томск, Петропавл қалаларын басып, Сібір айналып жүреді. Қазақстанның оңтүстік-солтүстігіне жалғайтын төте жол ол кезде жоқ. Жолаушы пойызының 3 вагоны толы ФЗО балалары 14-17 жастың аралығында. Әр ұлттан, бірақ негізгісі орыс пен қазақ. Бастап алып келе жатқан жетекшілеріміз, тәрбиешілеріміз бар. Күн сайын нормалап нан береді. Үлкен қалаларға аялдағанда ыстық ас ішкізеді. Жас адамда уайым қайғы аз болады, ақылдан албырт сезім басым. Жер көріп, ел көргенге мәз болып келеміз. Пойыз үстінде келе жатып, үйге бір рет, Ғалияға бір рет хат жаздым. Бізді оқуға Қарағандыға жөнелткенін хабарладым. Қарағанды олар үшін жер түбі. Әнеугі Ғалиямен бірге өткізген түнім есімнен мәңгі шыққан емес. Мен бір нәрсеге қап деп өте қатты өкінемін. Ол Балжанның төменгі ауылда қонып қалмауы, нағыз келмейтін кезде дүбірлеп жетіп келуі. Тым құрса енді біраз кешіккенде, енді сәл ғана уақыт келмей тұра тұрғанда өзімнен не болды? Онша батыл болмадым. Көп уақытым текке өткізіп алдым. Темір жол бойы, әсіресе станцияларда басы мазасыз улшу, арлы-берлі сапырылысып ағылған эшелондар көп ұшырасады. Майданға кетіп бара жатқан солдаттар, қару-жарақ, оқ-дәрі тиеп, сыртынан брезентпен бүркеп жауып алған күзеті мықты составтар, соғыс жақтан жаралылардың, жау басып алған өлкелердің босқын адамдарын тасып келеді. Әскерге шақырушылар біреуді біреу біліп болмайды. ФЗО-ға бара жатқан балалардың арасында әр қилысы кездеседі. Біреулер бар момақан қозы тәрізді ата-аналарының бауырынан ұзап шығып, әлі ештеңе көрмеген, ысылмаған, дүниедегінің бәріне аңқау сәби көзбен қарайды. Енді біреулері бар, екі иығын жұлып жеп, ұрынарға қара таппай жүрген. Сөздерін тұздықтап, боқтық араластырып сөйлейді. Онсыз сөздерінің сәні кірмейтін тәрізді. Жетекшілерімізбен жасырып бұл қулар арақта ішеді. Шылымды тіпті жасырмай-ақ бұрқыратып тартады. Ұрысса тыңдамайды. Мұрнымыз қаңсып барады деп әуелі келеке етеді. Табиғатым солай ма білмеймін, шылым мен араққа құмартқан жан емеспін. Жаман әдет жұқпалы деген сөз рас. Алғашында сұмдық болып көрінген боғауыз лас сөздерге біраздан соң құлағымыз үйір бола бастады. Ол түгіл ана балаларға еліктеп біз де тұздықтай сөйлей шығардық. Онсыз ауылда өскендігіміз, ашық ауыздығымыз білініп, көрініп тұратын тәрізді. Қарағандыға пойыз бір жеті жүріп барады. Күндіз түні вагонда қамалып отырған адамға бұл да аз уақыт емес. Әрбірден соң кісіні бойкүйез етеді, жалықтырады.
өзіңе өзің ықтиятты болудан қаласың. Бір күні Ильяс Нұрымбай үшеуміз нормалы бір бөлке нанымызды қас пен көздің арасында ұрлап әкетті. Вагонға сырттан бөтен адам кірмейді. Ішімізден фузоға кетіп бара жатқан балалардың біреуі ұрлады. Үйден әкеле жатқан азық-түлігіміз әлі де жеткілікті, сондықтан пәлендей зардап шеге қойған жоқпыз. Бірақ ауылдағылардың алаң ашық жүруге болмайтынын аңғардық. Петропавлдың вокзалында шалбарымның қалтасынан менің әмияным ұрлай қойды. Буфеттен тамақ алған едім. Тамақ ұстаған қолдарымды төбемнен тік көтеріп, қалың жұрттың арасынан жарып өткем. Сол кезде лып еткізіп алған ғой. Вагонға кеп алған тамақтарымды стол үстіне қойғаннан кейін бірақ жоқтадым. Қалтамнан бос қалғанын көрдім. Буфетте ақша төлегеннен кейін әмиянымды ішкі төс қалтама салып жатуды әуре көріп, әншейінде салмайтын шалбарымның қалтасына сала салған едім. Енді бұл да сабақ болды. Орыстың алысқа тықсаң, жақыннан аласың деген мақалы осындайдан шыққан. Әмияным жаңа әдемі еді. Ішінде жол-жөнекей ұстауға деп бөлектеп салған азырақ ақшам бар. Ұрланатынын білген тәріздімін. Документтерім бар, паспортым мен комсомолдық билетім, соның бәрі кетті. Және бір қымбат нәрсем кетті. Ол Ғалияның былтыр маған ескерткішке жіберген кішкентай суреті. Ішім көптен көп осы суретке жаны ашитын тәрізді. Мен өзімді ауылдың пысық балаларының бірінен санайтын едім. Сөйтсем, оның асылық екен. Өмірге бейімі жоқ ашық ауыздың бірі болармын деп ойға келдім. Шикілігім көп екен. Қарағандыға кешке қарай келдік. Көмір қаласының сырт көрінісі біз көріп келе жатқан басқа қалалардан өзгеше. Шахталар, Египет пирамидалары тәрізді қоқы-шоқы үйінділер. Мен бұл үйінділерді көмір екен десем, көмірдің шығарылып тасталған қоқыстар екен. Мұнда аспан да жерде көмір сасиды. Айқайын салып сықыр-сықыр қозғалған көмір тиелген составтар, түтін, шаң, қара киімді шахтерлар. Бізді алып келген эшелон бұдан әрі бармайды. Жолаушылар түсіп кетіп жатыр. Фузоға әкелінген балалар ғана қалдық. Басшыларымыз бір жерлерге барып сөйлесіп қайтып келеді. Бүгінше осында вагонда түнейсіңдер, ертең сендерді қабылдайды деген сөзді айтты. Біз мінген вагондардың темір жолдың шеткері бір тармағына сүйреп алып апарып қойды. Келер жерімізді келдік. Енді ертеңге дейін істейтін іс жоқ. Зерігіп вокзалға барамыз, қайта келеміз. Қала аралаймыз. Вокзалдың буфетінде шарап сатылады екен. Ішкіш қулар шарап сатып әкеп іше бастады. Қызып алған соң олар көңілді, олардан батыр халық жоқ. Шулап өлең айтады, би билейді. Басқаларға тиісіп басқындықтарын көрсетеді. Олар енді жетекшілерімізді тыңдауды мүлдем қойды. Тілдерін шайнап, қолдарын былғаң еткізіп бірақ сілтейді. Бәрібір соғыс дейді, бәрібір соғыс. Тоғышылар мен ұстамсыздар үшін осындай бір топас сылтау табылған. Ойларына не келсе соны істейді. Жаласын соғысқа жаппақ болады. Оларша соғыс жүріп жатқан кезде адамша өмір сүріп қажеті жоқ. Түнге қарай айғай-шу тіпті көбейіп кетті. Жетекшілеріміз көрінбейді. Bir жеті бойына бізбен асауымен алысқандай алысып сірә шаршаған болар. Осы пәлелерден аулақ болайық деп бір жерге жан тыныштық іздеп тайып отырған тәрізді. Көп жындының ішінде сау отырған жаман екен, әрі жараспайды екен. Біздің де жынданғымыз келеді, ақшамыз бар. Біз немене мына шалқып жүргендерден кембіз бе, жоқ әлде бұлардай бола алмаймыз ба, іше алмаймыз ба? Ильяс Нұрымбай мен үшеуміз бардықта вермут дейтін жазуы бар үлкен қара бөтелке сатып әкелдік. Әрине бос бөтелке емес, ішінде қыл мойнына тақап құйылған шарабы бар. Тәуекел деп 3 стаканға бөліп құя бастадық. Бұдан бұрын арақ шарап ішкен жандар емеспіз, тек кейде қандай болады екен деп оңашада бөтелкенің түбін аузымызға сарқып көретінбіз. Ендігі жағдай басқа. Жасырынбай арақ ашық ішуге, дәмін ғана татып көрмей сылқия тойып ішуге болады. Тізгін қолда өзімізге өзіміз қожамыз. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Арақ ішу арқылы адам боп есеюдің жаңа бір белесіне көтерілетін тәріздіміз. Қане кел десіп көтерісіп қойыстық. Жұрттан көргеніміз бойынша бастықылап нан жеп жатырмыз. Сиқыр су кімді арбап уысына түсірмеген, кімді жынды етпеген. Тамыр-тамырымызды қуалап бусандырып дүние өмір әдемі болып барады. Ертесіне түске дейін басымды көтере алмай ауырып жаттым. Өмірім басым мұндай қатты ауырып көрген емес. Енді арақты татып алмасқа өзім ант бердім. Ауыздан шыққан анттың бәрі орындалса адам емес, баяғыда періште болған болар еді.
ФЗО мектебінде оқып жүрміз. 6 ай оқып шахтаға жұмысшы болып барамыз. 20-25 баладан топ-топқа бригадаға бөлген. Әр топтың басында жетекші мастер, оқытатын да тәрбиелейтін де міне сол. Біз Ильяс Нұрымбай үшеуміз тіреу қоюшылар тобындамыз. Шынымды айтсам, ФЗО-ның оқуы бірінші күннен бастап-ақ менің көңілім толмады. Оқытатын, үйрететін нәрсесі шамалы, жуандығы телеграф бағанындай бөлінені шахтаға тіреу етіп қоямыз. Бұның пәлендей бас қатырып ақыл жұмсап үйренетін түк те қиындығы жоқ. Тек тер төгіп еңбек ете біл. ФЗО-ның бітірген соң шахтада ең кемі 4 жыл жұмыс істеу шарт. Заң бар сондай. 4 жыл толмай ешқайда жібермейді. Бұл өмір бойы шахтер болып қаласың дегенмен бірдей. Ал менің арманым шахтер болу емес, басқа, жазушы болу, немесе журналист болу. Екеуінің арасы жер мен көктей. Шахтерлерді армияға алмайды, бұрын береді. Алса қуана-қуана көтеретін. Көңілім қаламайтын, сүймейтін іспен шұғылданғаннан соғысқа бару маған 1000 есе артық көрініп тұрды. Онда не болса да тез болады, тез шешіледі. Өлсең де, жаралансаң да, батыр атансаң да қолма-қол. Біздің тіреу қоюшылар тобының мастері Ахметов дейтін жасы 40-қа кеп қалған адам. Орта бойлы, жауырынды, тығыз, мығым денелі. Жарау аттай сергек жүріп, сергек тұрады. Ахметовтың үйі осы Қарағандыда. Күндіз бізбен бірге болады да кешке қонуға үйіне кетеді. Мастеріміз жайма шуақ, жақсы адам. Мені ол бірінші күннен ұнатып, өзіне орынбасар етіп тағайындады. Ахметов жоқта бригада қожасы менмін. Қаладағы өмір қайнаған қазан тәріздес. Жұмысшы батальонына, ФЗО-ға, әртүрлі еңбек училищелеріне халықты әкеп төгіп жатыр. Жау басып алған Донбастан көшіріліп әкелген шахтерлар. Олардың семьялары осының бәрі жергілікті халықпен араласып ми қойыртпақ. Сол кездегі қиыншылық жағдайды ескергенде біздің тұрмысымыз жаман емес. 2 этажды кірпіш үйде тұрамыз. Төсек орнымыз таза, 3 мезгіл тамақ береді. Мені о баста бір қызықтырғаны ФЗО-ның форма киімі еді. Оны әлі берген жоқ. Тек мұқтаж болғандарға іш киім, аяқ киім тиді. Форманы әне береді, міне береді деп созбаққа салып жүр. Біреуінен біреуіне өтетін шағын 2 бөлме, 12 бала тұрамыз. 12 темір кереует, 6 тумбочка. Нұрымбай екеумізге бір тумбочка ортақ. Бірақ оны менен гөрі Нұрымбайдың пайдалану көбірек. Күнде кешқұрым тумбочкаға жабысып, басын бір жағына қисайтып алып, хат жазып отырады. Жазып отырғанда Нұрымбайдың бетіне қарап тұру біртүрлі қызық. Еріндері қисаң-қисаң етіп, жазған әріптерінің ыңғайына қарай жыбырлап, ылғи да қозғалумен болады. Өзге дүниенің бәрін ұмытып, хатты ол соншалық беріліп құмарлана жазатын еді. Мен хат жазуға салақпын және сөз тауып жаза алмай қор болам. Аманмын, оқып жатырмын деген сол парақтың қалған жерін немен толтырарымды білмей қиналам. Тағын жазсам деп кейде Нұрымбайдан ақыл кеңес сұраймын. Үйден үзбей хат алып тұрам. Жазатын жеңгем өздерінің халдерін, ел ішіндегі жаңалықтарды тізіп жазумен болады. Сәрсенбектен хат-хабар әлі келмеген. Ағайымның тағдыры мені ойға батырып күйзелтеді. Жеңгем Нұрәлі үйімен қатыспайтындай жазады. Сәуле ауруханада бір қауым жатып келген, бірақ оңалып кете алмаған көрінеді. Оқта-текте есі ауып жығылатын талма ауруына ұшыраған. Нұрәлі азғанға тежеу жоқ. Оның көңіл хошы сол әлгі завхоз Зейнекүл. Екеулері ел-жұрттан қымсынудан мүлде қойып алды деп жазады. Сабақтан суақта балаларды масақ теруге алып барамын. Колхоз ештеңе бермейді, біз ештеңе сұрамаймыз да. Өздігімізден амалдап күнімізді көріп жүрміз дейді. Ғалиямен де хат алысып тұрмын. Ол биыл 10-шы оқиды, бірақ оқулары әлі басталмаған. Колхоздың егін жинау науқанына жұмыс істеп жүрміз дейді. Демалыс алып келер болсаң, жолдан бізге соқ, келмей өтіп кетіп жүрме деп жазады. Мен бұған қуанамын. Ғалия енді мәңгі бақи мендік болғаны ғой. Қараптан қарап бұлай деп жазама. Ғалиямен жолығысқанда не қаласам сол болатынына ешқандай шәк келтірмеймін. Бұрынғыша Ғалияның бірде-бір хатын жыртпай жоғалтпай сақтап жүрмін. Үйден хат алдым, сұмдық хат. Қанша жеңгемді мұғалімді қызметінен шығарып жіберіпті. Бір күні аяқ астан мектепте аудандық оқу бөлімінің инспекторы келеді. 2-3 мұғалімнің сабағына кірген болатын. Оның бірі менің Қаныша жеңгем. Сосын педсовет шақырылады. Мектеп директоры Несіпбаев дейтін топас адам. Күн тәртібіне мәселе Қаныша
Асылбекованың жеке басшысы деп қарап отыр дейді. Қанша үшін бұл төбесінен жай түскендей оқыста күтпеген жағдай. Менің қандай ісім болуы мүмкін деп таң-тамаша қалады. Сол сөз инспекторға беріледі. Аудандық оқу бөліміне Қаныша Асылбекова турасында бірнеше арыздар түсті деп бастайды ол сөзін. Арызды жазғандар балалардың ата-аналары, мұғалімдер. Жеңгемнің екі көзі шарадай болады. Инспектор қызыл сөзді төпей береді. Асылбекованың жолдас педучилище бітірген жас кадр бола тұрып, өкімет пен партияның сенімін ақтамаған, мұғалімдік іс-қылыққа жатпайтын өрескел мінездер көрсеткен, пәлен баланы ұрып соққан, пәлен оқушының дәптерін жыртқан, пәлен жерде мектеп директорының бетінен алған, яғни беделін түсірген. Бұның бәрін тексергенде рас болып шықты. Біз совет мектебін, совет мұғалімдерінің қатарын Асылбекова тәрізді жат адамдармен тазартуымыз керек дейді инспектор. Қаншаның төбе шашы тік тұрады, өйткені бәрі де адам жаны түршігетіндей жала, бәрі өтірік. Мұншама лас жаланың қайдан шыққанын Қаныша бірақ бірден түсінеді. Мектеп директоры Алабайдан Нұрәліден шыққан. Екеуінің астасы бірігіп алып істеп отырғаны. Нұрәлінің үлкен қызы сары сабақты нашар оқиды. Қағаз қаламына ұқыпсыз. Үйге берілген тапсырманы бір-екі рет дәптерім жоғалып қалды деп сылтаумен бір парақ, жарым парақ кездейсоқ қағаздарға әкеліп жазады. Әрі лас, әрі қате жазып әкеледі. Қаныша оған бұл үшін ұрсады әрине. Жаман қағаздарды төрт бүктеп жыртып тастайды. Қызымның дәптерін жыртыпсың, ұрыпсың, соғыпсың, мен саған көрсетемін деп жекіреңдеп Нұрәлі мектепке келеді. Мұғалімдердің көзінше Қанышаны тілдеп балағаттайды. Міне осындай бір оқиға болған. Дәптер жыртты, оқушыны ұрып соқты деген сөздердің төркіні сонда жатыр. Директордың бетінен алды. Я, бұл біршама шындықты жанасатын жай. Тұйық 7 жылдық мектебінің осы күнгі директор Несіпбаева Алыбай өңі апиышының өңіндей сап-сары, өңі сорайған көксау біреу. Қора толған қойы бар, тіршілік қалыбы бұрынғының сасық байларының аумайтын. Шалағат дөмше біреу. 10 жыл сырттан оқып педучилищені әлі бітіре алмай жүр. Оның мұғалім болып жүруі де, директор болуы да қора толы қойының арқасында екенін жұрттың бәрі біледі. Сол Несіпбаевты Қаныша әуелден тұйыққа келген кезден жек көретін. Несіпбаев ол кезде директор емес, қатардағы жай оқытушы. Осындай топас дүмше адамның қалай мұғалім болып бала оқытып жүрген таңым бар деген сөзді де әр жерде ашық айтатын. Соғыстың арқасында Несіпбаев мұғалім түгіл директор болды. Тік мінез Қанышадан өш алатын кез келді. Сұмдық хаттың мазмұны міне осындай. Арада 4-5 күн өткенде жеңгемнен және хат келді. 15 шақырым жердегі ауданға арызданып итшелеп жаяу барған Нұрәлі оған ат бере ме? Бірақ әділдік таба алмаған аудандық оқу бөлімінің өзінің инспекторын қолдайды. Мені тіпті тыңдағылар келмейді. Аудан басшыларына жолыға алмадым, арыз тастап кеттім, бірақ одан да үмітім аз деп жазады. Жеңгем оншалық күйреуік жан емес еді. Хатынан аса күйзелгені, көп нәрседен күдер үзе бастағаны байқалады. Бұл соңғы хатта баяндалып және бір масқара жай. Жеңгемді ауыл совет шақырып колхозға жұмысқа шығыңыз, болмаса жеке меншік ретінде салық саламыз депті. Міне мәселе қайда жатыр. Нұрәлінің көздеген түп мақсаты да осы емес пе? Мұғалімді қызметінен қуған Қаныша жан бағу үшін ені колхозға келмегенде қайда барады? Нұрәліге келмегенде қайда барады? Жалына қол апартпайтын асауды Нұрәліні көзіне көк шыбынды үймелетіп жұмысқа салмақ. Міне солай күшпен жуасытпақ. Ырысты Нұрәлі не айтса соны орындайтын белгілі. Жаным еркі, ақылдаса бір жан жоқ, естерімді білмеймін. Сәрсенбектің түтінін түтетіп, өлермен кемпірге қарайламасам, екі етегімді беліме түріп, тұйықты желкемнің шұқыры көрсін деп кетер едім. Екі қолға бір жұмыс қайдан да табылады ғой. Қалаға барып бір заводқа жұмысшы болып кірсем де өлмес едім. Жеңгемнің торығу сөздері міне осындай. Ашудан бомба болып жарылуға дайынмын. Егер қол жетер жерде болса, Нұрәліні да оған қолшоқпар болып жүрген көксау Нәсіпбаевты да барып жарып тастар едім. Ол үшін маған не істейді? 10 жылға соттайды да соғысқа жібереді. Жұрт соғысқа сотталмай-ақ кетіп жатқан жоқ па? ФЗО мектебінің оқу бөлімінің басқаратын татар әйелге келдім. Мені босатыңыздар, оқымаймын, үйге кетем дедім.
Неге? Шешем ауру көрінеді деп сылтау айттым. Сен барғанда не істейсің? Емдеп жазасың ба? Бәрібір кетсем оқымаймын. Балалық сөзді қой. Жеңгемнің қудалауға ұшырау себебін бұларға қалай айтам? Біртүрлі ұят. Тағы да басқа себептер бар, босатсаңыздар екен. Қазір соғыс кезі екенін білесің ғой. Біз ешкімді де босата алмаймыз. Семьяң жағдайың келіспесе ауылыңнан келмеуің қажет еді. Оқу бөлімінен одан бетер ызаланып шықтым. Тәуекел деп ауылға қашып кетпек болдым. Оңбағандар еркегі жоқ үйді соғысқа кеткен азаматтың әйелін басынғандары ғой, мен оларға көрсетемін әлі. Әділдік таппай қоймаймын. Шынымды айтсам, қалай көрсететінімді, әділдікті қалай табарымды жөнді ойлаған да жоқпын. Әйтеуір ашуым алқымыма тығылып шексіз ыза болуда едім. Ауылға мен барсам бәрі орнына түсе қалатын тәрізді. Шешімім тым қызбалықпен жасалған шешім екені соңында білдім. Сен кетсең мен де кетем, қалмаймын, деді Нұрымбай. Екеуінен қалып мен жындымын ба деп, мен де кетем, деді Ильяс. Сонымен үшеуміз де қашпақшы болдық, дайындық жасай бастадық. Жолаушы пойызына отырып ашықтан ашық кете алмайтынымыз белгілі. Жүк пойызына жабысып жасырын кетпекшіміз. Амалдап Алматыға жетсек арғы жағы уайым емес. Алматыға құрығанда бір жеті жүріп барамыз. Олай болса ең кемі бір жетіге жетерлік жол азық керек. Күнделікті беретін нанымыздың жарым-жартысын жемей кептіріп жинап жүрміз. Осылайша бір дорбадан кепкен нан жинап алдық. Әрқайсымызда бірнеше 100 сомнан үйден әкелген ақшаларымыз бар. Бүгін күн сенбі, кешқұрым, жатақхана шахтадан әлгінде ғана келгенбіз. Мастеріміз Ахметов арамызда. Ол екі қолын плашынан қалтасынан салып шешінбей есік алдында тұр. Ал балалар, ертең ғой демалыс, мен келмеймін. Сендер мына старосталарыңды тыңдап жақсылап демалып уақыт өткізіңдер. Қалаға киноға барғыларың келсе 4-5-тен бірігіп топтанып барыңдар. Тек кеш қалмай ерте қайтып келіңдер. Ахметов айтып тұрған старосты менмін. Ол балалармен қош айтысып кетіп бара жатып, мені есік алдына аулаға шақырып ертіп шықты. Еркін қалқам, мыналарға бас-көз бол, қайда жіберсең де ұйымдастыр, топтасып жібер, балалық істеп біреу-міреу қашып кетіп жүрмесін, онда ертең сен екеуміз басымызбен жауап береміз, дейді. Ахметовті тыңдай түскен сайын ішім қыпың-қыпың етеді, өйткені дәл бүгін бірнеше балаға бас болып, мен өзім қашуға әзір тұрған адаммын да. Ахметов оны қайдан білсін? Айсыз түн, тас қараңғы. Ильяс екеуміз станция басына қарай жолсызбен келе жатырмыз. Арамызда Нұрымбай жоқ. Жатақхана сыртқа шығар есіктің алдында кірген-шыққандарды бақылайтын балалардан қойылған күзет бар. Сол күзет сезік қалмас үшін біз әлгінде бір-бірлеп шығуға келіскенбіз. Нан салған дорбаларымызды біріміз сыртта тұрып терезеден желдеткішпен тастағанбыз. Сол маңға таяу тас көмір төгетін қойма бар. Бәріміз соның түбінде кездеспек болып уәде байласқанбыз. Бірінші болып Нұрымбай, одан Ильяс кеткен, ең соңғы мен едім. Қараңғыда қармана басып уәделі жерге келдім. Қалбиып жалғыз тұрмын. Ильясты көрдім. Нұрымбай қайда деймін сыбырлап. Білмеймін, жоқ. Біз көп іздедік, көп тостық, Нұрымбай келмеді. Белгі беріп дауыстап шақырып та қарадық, ешкім үн қатпады. Біз кереметтей таңғалдық. Япырау, бұны жер жұртты ма, жоқ әлде қашатынын сезіп қап ұстап әкетті ме? Енді не істейміз? Жатақханаға қайтып бару ыңғайсыз. Балалармен қоштасып бір жолата шыққанбыз. Олар әлгінде кешкі тамақтың үстінде бізге жарты нандарын берген. Нұрымбайдың табылмасына көзіміз жетті. Тәуекел, шешінген судан тайынбайды дедік те Ильяс екеуміз станцияға қарай тартып жөнелдік. Болған жағдай осы. Көмір тиелген ауыр состав жүруге даяр тұр екен. Маңайда адам болмауын аңдып бағып тұрдық та, құйрық жақтағы вагонның біреуінің үстіне өрмелеп мініп алдық. Біреу-міреу көріп қалмас үшін тас көмірді құшақтап жата кеттік. Қашқынның нағыз өзіміз. Паровоз аспанға пыс-пыс етіп бу атқылап оқта-текте өңешін созып ақырып қояды. Даусы ашшақ. Ышқынып ақырып келіп қалғанда бүкіл қала шошып селк ете қалғандай болады, құлақ тұнып кетеді. Составты қараушылар жолға шығардағы ең соңғы дайындықтарын істеп жүр. Қолдарындағы шамдарын шырақ етіп вагондардың ауыр шойын дөңгелектерін таң-таң ұрып өтеді. Бірдеңелерін бекітіп бұрағандай болады. Біз бәрін естіп біліп жатырмыз. Қазір түн ортасы шамасы. Паровоз бір кезде өңешін жырта ақырып алды да жұлқып тартып келіп қалды. Бірінші вагон, екінші, үшінші сөйтіп жұлқыған сыңғыр үн составтың оң бойымен жүгіріп құйрықтан бір-ақ барып шықты. Біз жайлап қозғалып бара жатқанымыз сездік. Үйлер мен телеграф бағаналар сырғып қалып барады. Қош Қарағанды, пойыздың жүрісі үдей түсті. Қала артта қалып барады.
Әлгінде қозғалмай тұрғанда жел жоқ, тынып еді. Енді пойыздың екпінімен алдымыздан үріп жел тұрды. Тас көмірдің жел суырған шаңы ұшқындап көзімізге, мойнымызға құйылды. Жағымызға көтере беріп бүркеніп, мойнымызды ішімізге тығып алып жатырмыз. Оқта-текте қайда келе жатқанымызды байқау үшін басымызды көтеріп қоямыз. Жан-жағымыз меңіреу түнек, бос қадам басып кірсең жұтып жоқ ететіндей. Алдан әр жерден светофордың жол ашық екенін білдірген көк-жасыл көздері жылтырап көрінеді. Сонау артта электрлі самсаған түнгі қала қалып барады. Күндіз-түні жүрек дүрсілі, бір тоқтамайтын көмірлі қала. Өзінің жуырда келіп қосылған, әлі етене боп үйреніспеген екі жаңа тұрғыны келген ізімен безіп қайта қашып бара жатқан қаланың жұмысы жоқ. Іздеп әбігер боп жатқан түрі байқалмайды. Қазір күз ортасы, түн салқын. Біраздан соң кәдімгідей жаурап тоңа бастадық. Көмірдің артқы ықтасын жағын үңгіп, ұя жасап алып, соған тығылып түсіп жатырмыз. Баста әр алуан ой. Мен мастеріміз Ахметовті ойлап жатырмын. Мінезі бір тоға жақсы адам еді. Маған өзіне сенгендей сенуші еді. Старысты осы бала болсын деп көп баланың ішінен мені таңдап қойған өзі болатын. Жақсы адамның сол үмітін ақтамай, ыңғайсыз халде қалдырып бара жатқаныма қиналамын да. Өзімді өзім әлдекімге опасыздық жасағандай сезінем. Ертең жоқ, ертең емес, бүрсігүні таңертең Ахметов күндегі әдеті бойынша біздің жатақханаға келеді. Демалысты жақсы өткізіп тыныққан, сергек, қабағы жадыраңқы. Шәкірттерім қалай демалды екен, оны мұны оқиға болып қалмады ма екен деп ептеген елегізу бар көңілінде. Міне ол басқышпен екінші этажға көтерілді. Біздің бөлменің есігін қақты. Іштен бірнеше дауыс қатарынан «Да», деді. Ахметов үйге кірді. Балалар саламатсыңдар ма деп ойында ештеңе жоқ самбырлай амандасып жатыр. Әншейінде жамбырап үн қататын біздің балаларға бірдеңе болған. Міңгір-міңгір етіп мастерге жүздері төменшіңкі қарайды. Ахметов аң-таң әлденеден секем алғандай. Сендерге не болған? Старысты қайда? Біреулер тілдері күрмеліп міңгір-міңгір етіп айта бастады. Еркінде Ильяс та жоқ. Жоғы қайда? Сенбі күні біз бәріміз киноға кеткенбіз. Олар үйде қалған, келсек жоқ. Ахметовтың өңі күлгін тартып бұзылып кетеді. Бұзылмай қайтсын, ол енді бізге бола талай әурешілікті бастан кешеді. Мектеп дирекциясынан алдында жауап береді. Қарауыңдағы шәкірттерің ие болмай не қарап жүрдің, ай қарап жүрдің бе, дейді оған директор. Ахметов не айтсын, жастарға тәрбие бере алмадым деп Ахметовты орнынан алып тастауы да мүмкін-ау. Алып тастамаған күнде ескерту мен сөгіс пе бір жаза қолданады ғой. Ахметовты шыңдап аяғандықтан қап бекер қашқан екенбіз деп өкініп те келем. Нұрымбайдың уәделі жерге неліктен келмегенбіз біз үшін тас түйін жұмбақ. Оның қолында кішкентай чемоданы бар еді. Ғалияның өзім жиып жүрген бүкіл хатты, менің бірталай уақыттан бері жазып жүрген күнделік дәптерім бәрі сол чемоданда болатын. Өзімдегі нан салған дорбаға салсам тозып қалар деп сонда салған едім. Нұрымбаймен бірге соның бәрі қалып қойды. Бұлай болатынын мен қайдан білейін? Нұрымбайдың қалып қойған емес, енді сол нәрселеріме ішім ашып келеді. Осы келе жатқанымда Ильяста ешқандай документ атаулы жоқ. Менің документтерім ұрының қолында кеткен, оқушы біледі. Ал Ильястың документтері ФЗО сейфінде қалды. Қашан оқу бітіргенше ФЗО оқушылардың документтерін қолдарына бермейді. Егер жол-жөнекей біреу-міреу ұстап жөн сұраса, Қарағандыға қолөнер училищесіне оқуға барған едік. Науқас болып, сол себепті оқуға қабылдамады. Үйімізге қайтарыпты демекшіміз. Документ сұраса, үйге ора бір чемоданымыз бар еді. Барлық документіміз, пойызға алған билетіміз сол чемоданда еді. Вокзалда ұрлап әкетті демекшіміз. Сөзіміз аша шықпас үшін бұның бәрін егжей-тегжейіне дейін ойластырып жаттап алдық. Пойыз жүйткіп келеді. Түн мұнша суық болар ма еді деп ойламаған едік. Үстіміздегі күздік пальтоларымыз қауқар болмай барады. Желдің ызғары етімізден өтіп сүйегімізге жетеді. Пойыз енді бір тоқтағанда түсіп вокзалға барып жылынып алмасақ болатын емес. Эшелон шағындау бір станцияға тоқтады. Секіріп жерге түстік. Станция аты Шоқа екен. Таң бозғалданып атып келеді. Шағын вокзалдың жолаушы бөлмесіне кірдік. Аяқ басар жер жоқ. Чемодандарын, жүктерін жастанып, біреуінің біреуі сүйеніп, бастары салбырап, әрқайсысы әртүрлі тұрпақта қор-қор ұйықтап жатқан адамдар. Еден лас, бөлменің күлімсі жылы ауасы қалшылдап тоңып келген біздер үшін әуелде сүйкімді болып сезіледі.
Қор-қор еткен көп жұрттың арасынан оның орнын қарастырып біз де қисайдық. Пойызда тоңып келе жатқан ұйықтай алмағанбыз. Жылы иіске тұмсығымыз іліккен теп-тез-ақ көзіміз жұмыла бастады. Ұйықтап кетіппіз. Жұртты дүрліктіріп тұрлаған дөрекі дауыстан оянып кеттік. Үйдің іші жап-жарық. Таң атпақ түгіл күн шыққан. Ауыр керзо етігін тар басқан тортпақ қызыл-сары кемпір үй сыпырғалы келіпті. Қотанда жусап жатқан сиырды айдап өргізгендей әркімді аяғымен бір теуіп сыпырғымен ұрып оятып жүр. Оянып алып бір-бірімізге қараған кезде Ильяс екеуміздің көздеріміз атыздай болысты. Түсіміз адам шошырлықта екенін жаңа байқадық. Беті басымыздан киімімізден тас көмір жұғып былғанбаған жер қалмаған, құдды батпақта аунап тұрған немесе тұмсығымен жер қазған шошқалар тәрізді. Күлсек тістеріміз бен көздеріміз жалтырап көрінеді. Дереу сыртқа зытып жөнелдік. Үйдің артына аулағырақ барып киімімізді шешіп қағып құдықтан су алып жуынып түр-түсімізді тәртіпке келтіріп жатырмыз. Қарағанды жақтан ентіге келіп жүк пойызы тоқтады. Кейбір вагондары бос екен. Ебін тауып бос вагондарының біреуіне кіріп алдық. Төбеміз ашық. Көк аспан, жан-жағымыз бітеу. Ішіне кепкен нан, оны-мұны салған домбашаларымызды басымызға жастанып тырайып жатып алдық. Дәл бір нағашы атамыздың төрінде жатқандай. Пойыз сақылдап жүріп келеді. Түндегі көмір тиелген вагонның үстінде уілдеген зәрлі желдің өтінде жатқандай емес, мына жатысымыз рахат. Тек астымызда тақтай ғана батады. Петропавл күн батпай келдік. Вагонның сырғымалы есігін сызаттап қана ашып сығалап қараймыз. Жұмыс киімін киген әрқайсысы өз жөнімен қарбаласып, аяқтарын тез-тез басып кетіп бара жатқан адамдар. Сырты кірлеп кеткен шаңға малынған күрпіш үйлер, ағаштар. Паровоз бен келдім дегендей өңешін созып ақырып қояды. Келсең қайт дейсің, келе бер дегендей боп басқа паровоздар ақырады. Тарам-тарам жолдың өн бойында қаптаған жүк пойыздары, кейбіреуі бос, кейбіреуінің үстінде тиелген әр алуан нәрселер. Қайсысы қайда бет алады біліп боларлық емес. Станция басында жақындай түскен сайын эшелонның жүрісі бәсеңдей берді. Енді міне баяу ғана жылжып келеді. Есіктің сызатынан сығалап біз бәрін көріп келеміз. Бізді ешкім көрмейді. Кенет алдыңғы жақ төбемізден жарқ етіп аспалы көпір шыға келді. Үсті толған арлы-берлі жүріп жатқан адам. Эшелон көпірдің астымен өтіп барады. Біз жаман састық. Не істерімізді білмейміз. Қазір біз мінген вагон көпірдің дәл астында келгенде ана жұрт бізді көреді. Қаңыраған бос вагонның ішінен жасырынып қуыс таппай бір-бірімізге үйілігіп тыпыр-тыпыр етеміз. Сөйткенше болмады, қапыр бізден дәл төбемізге келіп те қалды. Жұрт көрді бізді. Аналарды қара, ана үйге қара деп біреуіне біреу айтып нұсқап көрсетіп жатыр. Біз оларға ыржия қарап күлгенді ғана білеміз. Абырой болғанда эшелон әлі тоқтамай қозғалуда. Аспалы көпірде оның үстіндегі төбемізде төнеп қарап шу-шу еткен жұртта сырғып арт жақта тасаланып қалып қойды. Петропавл бұл үш сала темір жолды торабы. Бірі батысқа, екіншісі шығысқа қарай кетеді. Үшінші жолмен Қарағанды жақтан біз келіп тұрмыз. Эшелон тоқтап тұр. Ильяс екеуміз кеңесудеміз. Не істейміз? Мына пойыздан түсеміз бе, түспейміз бе? Бұл енді қалай қарай жүрер екен? Бізге керегі шығыс жақ, Новосибирск жақ. Олай қарай жүрсе, онда қоба-қоп. Ал егер олай қарай жүрмесе, батысқа қарай жүрсе ше, түспей тоқтай тұрай қалай қарай жүретін байқайық. Батысқа қарай бет алса, онда келесі тоқтаған жерде түсіп қалармыз деп келістік. Қазір түскенмен және бір пойызға отыруымыз керек. Оның қалай қарай жүретінін біз қайдан білеміз? Пәлен жаққа барады деген маңдайында жазу жоқ. Әрі үйреніп қалған жайлы вагонымызды қалдырғымыз келмейді. Бір пойыздан түсіп басқа біреуіне мінеміз деп жүргенде ұсталып қалуымыз да мүмкін. Тәуекел. Эшелон көп бөгелген жоқ. Сықыр-сықыр етіп қаланың жер көші жағдайы бізге таныс емес.